Желіде сұмдық ақпарат таратып, барша хабардар болсын. Сәлем қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписаться және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. 10 жастағы қызының айырылған ата-ана бұған дәрігерлерді кінәлап отыр. Қайғыға салынған ата-ана 10 жастағы қызының өліміне дәрігерлерді кінәлап отыр. Олар дәрігерлерге қайтыс болған баланың кейбір дәрі-дәрмектерге аллергиясы бар екенін ескерткенін, бірақ дәрігерлер тыңдамағанын айтады. Анасының жан айқайы: шамамен 1 сағаттан кейін қызымда ұстама болды, тырысу басталды, көмектесіңіздер, оның температурасы жоғары деп айқайладым. Бірақ Айман дәрігер хабарламаға жауап бермеді. Реанимациядағы дәрігерлер өз әріптестерінен преднизолон бердіңіздер ме деп сұрады. Олар жоқ деді. Сіздер аллергосепт бердіңіздер ме деді. Олар жоқ деді. Содан кейін реаниматологтар сіздерде не жабдық, не дәрі жоқ деді де қызымды сағат 20:00-де реанимацияға алып кетті. Қызым 10-11 жасқа дейін мүлдем ауырған емес дейді қайтыс болған Жібек Есқараның анасы Райхан Жорақұлова. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.